Йо, барлықтарына сәлем достар, сіздермен бірге мен Димаш Еркінғали. Димаш Еркінғали арнасына қош келдіңіздер достар. Сразу айтып қояйын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын достар. Алдағы уақытта сіздерге жақсылық, амандық тілейтін боламын достар. Айта кетейін, 2023 жылы 2024 жақындап қалды достар. Мен дейтін видеоны кешіктіріп тұрып жатырмын, себебі дейтін қалай айтсам болады сіздерге, жаңа жылға дайындық деген сияқты, жаңа жылға дайындалып жатырмын достар. Сондықтан ренжімеңіздер. Бәрі жақсы болады алдағы уақытта қызықты менің контентте видео шығатын болады достар. Арнама жазылып лайк басып кетіңіздер достар. Кеттік біз 2023-те не қорытындыладық, не бітірдік, не істедік, қандай моменттер болды, қандай қызықты момент болды, соны айтатын боламыз достар. Енді біз кеттік, видеомызды бастайық. Достар, негізі айта кетсек, біз дейтін көп жақсы нәрсе 2023 мен үшін өте жақсы болды достар. Сіздерге 2023 қалай болды достар? Комментарияға жазып кетіңіздер достар. Мен дейтін жаңа жылдан кейін бе, мен бірінші бастан бұрын Димаш Еркінғали деген каналымнан бұрын бір басқа канал болған, атын ұмытып қалдым достар. Маусымға дейін болды, содан кейін ол каналымды не істеп тастады, YouTube бан етті. Неге екенін білмеймін, әйтеуір авторский жалобы көп болып кетті ме? Білмеймін, әрбір видеомда авторский жалобы болып кете беретін бір түрлі видеолар салдым ба, білмеймін достар. Негізі ол қарасы так, маусымда ма, так, қалай айтсам, маусымда 330 подписчик болған, я. Тоже Димаш Еркінғали деп жазылып тұрған, тоже 330 подписчик болған. Онда достар мықты контенттер болған достар. Сапалы, жақсы контент. Мықты болды достар ол кезде негізі. Ал негізі қазіргі контентім 176 подписчик достар. Қазіргі мен негізі қозғағым келетін, алдағы мен 200 подписчикке жеткім келіп тұр достар. Себебі 200 подписчикке жетсем, арманым орындалады достар. Негізі жаңа жылға дейін ба, жаңа жылдан кейін 200 подписчикке жеткім келген, бірақтан да жете алмай қалдық достар. Ладно достар. Көңіл бөлмей ақ қояйын достар. 2023-те мен жақсы өткіздім достар. Қалай айтсам болады сіздерге. Негізі неше түрлі TikTok аккаунттарым болған, былай мынау аккаунтым, анау деп көп TikTok аккаунтым болған, парақшам болды, ол жақсы болды. Бірақ оны өзім кетіріп жібердім, ананы түсіремін деп неше каналымды кетіріп жібердім. Бірақ содан кейін тағы бір екінші каналым ашқан болатын. Осыдан бұрын менде осы үшінші каналым жылға ашып отырған, енді осы каналды жақсы бастаймын деп өзіме уәде берген болатын. Ол каналда 80 подписчик болған достар. Ол актив өтпей қалды ма, сондықтан ол канал маған ұнамай қалды достар. Сондықтан осы үшінші каналды мен қазанда бастаған болатынмын. Қазанда ма, күтіңіз, 3 ай болды ғой достар, соған 3 ай болды. Сондықтан достар күтіңіз. Достар кешіріңіздер, қиылып кеткен болатын. Так, арғы жалғастыра берейік. Так, 2023-те қызықты нәрселер өткен. Сондықтан содан кейін соның қазанда 80 подписчик кетіп жатыр. Осы каналды аштым. Бірінші видеом шортс болған, шортс ол дейтін бір қанша ұмытып қалдым достар. Ол бірінші видеом ғой, 3 ай бұрын салған. Көп просмотр жинады, сол арқылы мен бір сосын 2 шорт салдым, сосын көп қаралым жинады да, содан мен жақсы подписчик жинап алдым, актив. Сосын мен ең бірінші видео түсірдім, қалай Counter-Strike ба ойнаған видеом түсірген болатым, ол былай просмотр жинады. Содан кейін ең көп андай ойындар, хоррорлар негізі көп түсіргенмін достар. Мен ойынға жақсымын, негізі мынандай өзім лайф туралы контенттер дегенге негізі жоқпын достар. Бірақтан да 2023-ке қорытынды болғандықтан мен дейтін 2023 қорытынды болғанда түсірем, не айттым, не қандай моменттер, қызықты моменттер жібердім, соны айтатын болатын достар. Сондықтан мен қазір түсіре алмаймын, монтаждай білем, жақсы монтаждаймын, бірақ осында лайфтарға жоқпын достар. Так, енді содан кейін айтсақ, көп қызықтар болды осы каналыммен достарымды да Амир 333 деген болды достар. Мен үйім жақта тұрады, осы келесі көшеде тұрады. Келіп бірге видео түсіретінбіз достар. Мен білесіздер ма, бір Спекиалмов Zero деген бір ойын ойнаған болатын достар. Мына ойыншы, осыны ойнаған болатын ғой. Сол Амир 333 пен сүрген болатын достар. Негізі ол да тоже активі жоқ болған, қазір көтеріліп кетті, жақсы көтерілді достар. Айтқым келетіні, сіздер бастаңыздар, егер де блогерлікке бар болсаңыздар, ойын түсіргіңіз келсеңіз, телефондарың жақсы болса, качество, сапасы жақсы болса, негізі видео бастауға болады достар. Сіздер камераға байланыстымыз достар. Ең бірінші ол камера емес, егер де жарық жақсы болса, жарық менде мысалы жарық жақсы. Сондықтан мен сапам күшті болып тұрған, қандай заттар жоқ, жақсы түсіріп тұр, қатпайды деген сияқты. Сондықтан егер сіздерде жақсы телефон болса, былай жақсы түсіруге болады. Майнкрафтты түсіруге болады, неше түрлі блогерлер бар қазір, қандай телефон болса түсіре береді. Айтайын дегенім осы достар, 2024 жылы жақсылықпен келсін сіздерге достар. Сіздерге де жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын достар. Біздер дейтін барлығы жақсы басталып жатыр бізде достар, өте күшті болып жатыр достар бізде. Сондықтан мен видео түсіріп қояйын деп шештім кішкене.
Достар, былай сіздердің жаңа жылдарыңыз қалай өтіп жатыр? Былай жақсы ма, сіздерге ұнап жатыр ма? Қалай сіздерге 2023 ұнады ма, соны қарап кетіңіздер, достар. Ал, достар, тағы не айтсақ болады? Негізі айтатын көп, нәрсе, бірақ та видео ұзақ жетпей қала ма, или ұзақ болып кете ма деп ойлап тұрмын, достар. Өте көп, достар. Амир 333-те негізі менен көп подписчик болған. Мен оған жетіп алдым да асып кеттім де, ол каналым кетіп қалды. Тоже забанить етіп тастады, сосын мына каналды аштым. Осылай, Амир 333-ке жетіп алғым келген, 300 подписчикке. Ода негізі 325 сондай подписчик, соны жеткім келген, бірақ мен 200-ге де әрең жеткен жоқпын ғой. Жарайды, оған 200-ге де жеткім боламын, достар. Сондықтан лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп кетіңіздер, достар. Алдағы уақытта достар, менен біріншіден хоррор күтесіздер. Хоррор обязательно түсіремін ғой, достар. Мен мынандай өзім лайв контенттер сирек болатын сияқты, редко сирек болатын сияқты, достар. Мен ойымша, сондықтан бұны айта алмаймын, мен түсіремін ба, түсіре алмаймын ба. Содан кейін жақсы прикольный ойындар, андай күлдіртетін адамды ойындар түсу обязательно. Сосын қандай ойындар, интернетте ойындар бар, қандай ойындар бар, соны түсіремін, достар. Қандай ойын ұнайды, қызықты болады, достарым бағалаймын, сондай, ойындар түсіретін боламын, достар. Достар, біз дейтін қаншама уақыт бойы мен дейтін блогер болғым келген. Бірақ та менің бір осы 2023 басталмас бұрын менде құттай қызыл телефон болғанда, осындай. Мына телефон, достар, осында дәл осы телефон менде болған. 16 гигабайттық телефон болған, достар. Негізі бұл мен шкафымда жатыр ма екен, достар, алып көрейінші мен. Бас күте тұрыңыздар. Достар, таптым. Міне, осы телефон болған, достар. Осы телефон негізі, достар, бұл істейді, жақсы телефон бұл, достар. Осы телефон болған, артық қызыл, осындай. Экран көрсетсем, экран быт-шыт болады, достар, осындай болады экраны. Бірақ, достар, камерасы істемесе де, былай маған айтын телефон, достар. Достар, негізі істейді, қазір көрсетем сіздерге. Яркостан қосайын, достар, мені істейді, жақсы істеп тұр, достар. Інім ұстайды мен қазір, достар. Болды? Осы телефон болған, осымен мен контент түсірген болатын, достар. Достар, яки мен 16 гигабайтта дым сыймайтын бар ғой. Видео монтаждайтын керегіміз приложение бәрін удалить етіп, видео түсіргеннен кейін монтаждап сразу ютубқа салып, сосын барып кетіріп, тағы видео түсіріп, қатып, әрең дегенде түсіріп, еще ода запись экраны деген жоқ, скач етіп, андайын қандайсың ғой, еще функция недоступна деген бір сөз бар, сол шыға береді, сосын бір кейін жаман алып, сонымен түсіремін, достар. Негізі мен андай әртүрлі ойын түсірген жоқпын ол телефонда. Мен ода тек қана Майнкрафт түсірдім, достар. Сол туралы Майнкрафтта сериалдар шыққан, кинолар шықты. Кино шыққан жоқ, сериал шықты, бір-екі сериал, андай хоррор туралы сериалдар шықты. Сондықтан міне осылай мен бастадым. Содан кейін жақсы телефон алып берді маған ата-анам, шүкір Алла. Сондықтан әртүрлі ойындар бастадым. Маған ұнады, достар. Осы телефонды әдейі таңдап алдым. Камерасы негізі iPhone алғым келген, бірақтан да iPhone тек қана камерасы, бірақтан да мен оны қолдануды білмеймін деген сияқты, бірақтан да маған осы Redmi алдым. Сондықтан ол жақсы телефон деп ойлаймын, достар. Ал, достар, біз видеоның соңына қарай жеттік. Егер де осындай қызықты моменттер түсіре алатындай айтсам, екінші керек болса, комментке жазып кетіңіздер. Ал, біздің видеомыз аяқталды, достар. Кеттік, ал, достар. Сіз осы видеодан әрине өздеріңіз лайктарыңызды басып, канал жазылып қоңырауын басып өтіңіздер, достар. Достар, бұл 7-8 минуттай ма, болды, 9 минуттай ма, достар. Сіздерге осы видеодан әрине өздеріңіз лайктарыңызды басып кетіңіздер, канал жазылып 2-3 подписчик жеткізсеңіздер, достар. Давайте, достар.